саламатсыздар ма? Мен осы детай компаниясына бекерден бекер келген жоқпын. Мен де өзім емшімін, өзім емдесем де болады, бірақ бұл компания Құдайды маған жіберген компаниясы болды. Өйткені менің 2 жылдан бері басым тоқтамай айналатын еді. Содан кейін кезде көзім көрмей қала берді. Содан менің Гүлбазар деген досым кездесіп, осындай компания бар, осы жаққа жүріңіз деп мені ертіп келді. Тіпай Аллаға шүкір, соның арқасында мен докторға барып тексергенде сізде басыңызда қанып қалған серьезно, содан кейін бауыр серьез болып тұр деп айтқан тұғын. Онымен қоса, енді мен бұрыннан зоб ауруымен ауыратын ем, соған сахар қосылған. Қосымша менде сахар 16-дан төмен түспей қойған. Енді оның бәрі оңай ауру емес. Апа, сіз осындай аурумен қалай жүрсіз деген еді. Міне енді осы детайға келгеніне осы 5-ші ай болады. Аллаға шүкір деп айтамын. Одан кейін 2 айдан кейін тексерілсем, менде сахар жоқ. Ал бауырды не үшін неғып жатсыз? Бауырыңызда вообще тап-таза ғой деп айтты да. Мен шынымды айтсам таңғалдым соған. Ал енді басымның қан айналымы, көзімнен көрмей қалған бәрі басылып, шаршағанда басылып. Енді мен осы компанияға содан бері келіп, өзім нәтижесін көріп, осы компанияға шын жүрегіммен рахметімді айтамын. Әрі қосымша ақша алып жатырмын. Аллаға шүкір. Ол да маған әрі денсаулық, әрі ақша деген нәрсе Құдайдың несі ғой. Алланың қалауымен сондай нәрсеге жетіп отырмын иншалла. Сіздерге деп әрі ақшаларыңызды алып, денсаулықтарыңызды түзетулеріңізге шын пейілден сіздерге кіріңіздер, көріңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Барлық нәрсе денсаулыққа жетпейді. Бірінші денсаулық, екінші саулық деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Сондықтан ең бірінші денсаулықтарыңызды түзеу үшін өздеріңіз әрекет қылыңыздар. Жасым 65-те, Аллаға шүкір, міне 5-ші ай осы детай компаниясының дәрісін ішіп, осы дәрежеге жеттім. Және қосымша мен осы жерге келгенде менің бетім әжім басып кеткен, және бетімнің барлық жерінде сары қал басып кеткен. Өте шаршаңқы болып келемін. Осы жерде компаниядағы қыз осыны басқаратын менің суретімді түсіріп алған еді. Енді сол дәрілердің мен өзіне керекті коллагені бар ма, лотысы бар ма, комплексіне барын ішіп, мен байқадым, шаршамайтын болдым, жата бермейтін болдым. Одан кейін айнаға қарасам, менде қолымда да, аяғымда да басып кеткен секпілдердің біреуі жоқ, бетімде секпіл түгел тазаланған. Одан кейін маңдайымдағы бетімдегі әжімнің, мысалға 100% әжім болса, 60% кетті деп айта аламын. Енді любой адам келіп көруіне болады. Менің қолымның, аяғымның, бетімнің қалай жасалғанын өзім де білмей қалдым. Мені көрген адамдар, апа, сіз не істеп жатсыз? Сіздің бетіңіз әдемі болып дұрысталыпсыз, денсаулығыңыз дұрысталайын деген ау деп адамдар айтады. Мен өзім емші болғаннан кейін келген адамдар менің бетіме қарап, апа, сізде өзгеріс бар ғой деп, сөйтіп не өзгеріс десем, сіздің бетіңізде бірде-бір сары секпіл жоқ, әжімдеріңіз кетіп, көңіліңіз жайланайын деген ау деп сұрақ қойып жатыр да. Иншалла көңілім жайланып жатыр. Себеп мен осының арқасында менің ішкі құрылысымның бәрі түзеліп, осы дәрежеге жеттім десем болады. Енді менің жалғыз балам бар, соның қосағы Гүлдана, ол менің келінім, 7 немере туған. Сол келінімнің кейін кезде көңіл күйі жоқ, ана жерде, мына жерде жатып қалады. Бір кезде қарасам жылап отырғанын көремін. Содан келін айттым, Гүлдана, саған не болған? Кейін кезде қап-қара болып түтеп кеттің, бір жерің ауырма десем, менің белімнен бастап мына женский жерім қозғалтпайды. Содан кейін тоқтамай күнде қан келетін болды деп айтты. Оны естігеннен кейін уайымдап, осыдан мен дұрыс болдым ғой деп, соның жаңағы жігіта деген несін алып келінге бастап ішкізді. Содан келін дұрыстала бастап, одан кейін мені 2 айдан кейін өзінің врачына барып тексерілсе, келінге айтыпты, сізде қан тоқтаған, маска қалпына келген,
сіздер начинающий миома деген көп бұрынғысынан кішкене болып неғылған, сізде результат өте жақсы, қаныңыз тазарған. Гүлдан апай не істеп жатырсыз деп сөйтіп сұрапты. Мен білмеймін не істеп жатқанымды, бірақ осы маған келінім Китай деген компанияның енем дәрісін әкеп ішкізіп, содан бері қарадым деп, содан бері келінімнің денсаулығы дұрыс, үйдің тірлігіне қарайтын болды, өз жеті баласына мән беретін болды. Денсаулығы түзелгені соншалықты мен де сіздің арқаңыздан сол компанияға кірейін, өз дәрімді өзім алып ішейін деп. Ол кезде по-женски ауырған кезінде не ішті? Ол женскийді неғанда осы ЖКТ-ны ішті. Негізі 3 пачка ЖКТ-ны ішті. Негізі 1 пачка ішпей жатып, оның денсаулығы түзелді ғой. Сөйтіп көңіліне алып, қап-қара болып кеткен түтіктен несі басылып, бұған тоқтамай келе беретін қан тоқтады келінімде да. Одан кейін жаңа белімді аламайым, ішімді аламайым деген нәрсенің бәрі басылып, келін қазір уже енді соны коллаген бастап ішіп жатыр. Бірақ өзі айтты, мен бұл дәріні өзім үшін ішеді екенмін деп та, ешкім мұны зорлаған жоқ, уколға салдырып, доғдырға барып мазаланған жоқ. Әуелі Құдай осыны шығарған компанияның егелеріне рахметімді айтамын. Келінім қайта өмірге келді десем де сіздерді алдамаймын, шындықты айтып отырмын. Менің Дінмұхамед деген бір балам бар еді. Ол 10 жылдан бері Алматыда мына үйді нөлден бастап дақанса істейтін еді. Сол балам кейінгі үйге келгенде осы көңіл күйі жоқ, іші қатты болып жазылып кеткен. Мен ойландым, баламның темір алған екен десем, балам айтады, анашым, менің келінген кезде мазам жоқ, ішім кеуіп кете береді, былай жатсам да жата алмаймын, былай жатсам да жата алмаймын деп өзінің ауруын айтқаннан кейін өзім ойландым, өзім тәуір болдым ғой, осыны балама да беріп көрсем қалай болар екен деп, балам айттым, сен бүйтіп күнде қинала бермей, мен саған осындай қытайский Китай деген компаниясының дәрісін ішіп, мен көп аурудан құтылдым ғой, сен маған қарасай, бетім қандай еді, 2 күннің бірінде жатып қалатын едім деп болды деп, балам ішті. Соның бір несін тауысқан кезінде, уже тауыспай жатып ақ мен баламнан ішінен шыққан желді айта алмаймын жаңағыдай да. Баламның бүкіл ісіге қайтып, бетіндегі ісіге қайтып, қолындағы ісіге қайтып, содан барып доғдырға тексеріп келгенде, сіздің не мазалап жатыр, сіздің бүйрегіңіз абсолютно тап-таза, тас та жоқ, еш нәрсе жоқ деп айтқан ғой. Содан кейін бүйрек болғаннан кейін давлениесі көтеріліп, басым деп отыратын еді. Соның бәрі басылып, қазір менің балам қайтадан өзінің жұмысына оралды. Шүкір. Сөйтіп, кеше маған балам, мені сол сіз өзіңіз кірген компанияға кіргізіңізші деп, өзін де келіншегін де кіргізіп, осы дәріні әуелі Құдай, міне 2-ші ай ол келіншегімен екеуі ішіп жатыр. Рахмет, тағы да рахметін айтамын, өйткені менің балам қайтадан өмірге келді десем де болады. Енді біз енді семейный болып кеттік, өйткені ауруды ешкім жанынан шығармайды. Менің 2-ші класстан 3-ші классқа өткен немерем кішкентай кезінен бері пұтына тышып қоятын еді. Тышқанда тыша алмайды, үлкен дәрета қатып қала береді, тамаққа қарамайды. Келген кезде неғымне ашуланшақ, мектепке барса балдарын тышқақ деп мазақтайды екен, өйткені сасығы әлемді алатын еді. Содан біз баламызды Алматыға барып, өстіп неге тексерсек, баламның немересі өте қисайған, балаңыздың тышып қоятын содан деп. Содан доғдырлар бірнеше дәрі беріп, одан ешқандай результат көрген жоқпыз. Баламыздың қасында өзіміз отырамаймыз, отырып қойса да әлемді алады, немесе үлкен дәретке мүлде отырамайды. Содан бір күні баламды қатты тревожит етіп, біз енді оны доғдырға апардық, скорыймен. Сөйтсек, баламның ішіне жаңағыдай врачта, немеремді доғдырға апарсам, врач көріп, медсестрасын айтты, бұның құйрығына клизма жасап деді. Сөйтіп клизма жасап еді, ішінің қатып қалған соншалықты дәу қап-қара құрт сияқты унитазға тарс-тарс етіп түсті. Содан кейін врач суретке түсіріп алыңыз деді, суретке түсіріп алдық. Одан бір кезде қайтадан клизма жасап еді, тағы да сондай түсті. Содан врач басын шайқады. Сіздер деді, балдарыңызды қалай осындай дәрежеге жеткізгенсіздер, ертерек әкелмейсіздер ме? Қанша оқиды деп жүреді, 3 оқиды. 3 оқығанша сіздер өстіп жүре бердіңіз бе дейді. Енді қазақпыз ғой біз жаңағыдегідей.
бала ғой деп мән бермегенбіз ғой. Мен жаңағы несін көргеннен кейін, үйге келгеннен кейін зәрем қалмады. Сөйтіп, жігітінің жаңағыдегі несін бастап немереме ішкіздім. Қалай ішіп, 5 күннен кейін баламның іші саңғып кеткен ғой, дым қалдырмайды жаңағыдегіде. Сөйтіп, туалетке мынаны сонша бүлдірген кім десем, апа ұрыспайсыз, мен ғой дейді де жаңағы. Содан мен оны қуанып кеттім. Одан кейін бір аптадан кейін қарасам, үлкен дәретінен енді жаңа жарты метр үлкен дәрет шықты десем өтірік емес. Өйткені соның бәріне тіреліп қалады екен де, бұл балам үлкен дәретке отырмайды екен. Яғни өте сайған болған ғой. Енді соны тоқтатпай мен бір курс ішкіздім. Содан балам қазір тіпай шай ішемін дейді, нан жеймін деп айтатын болды. Қап-қара болып түтіліп кеткені өтінен екен. Балам қазір тіпай өз-өзіне келіп, жақсы болып, дұрысталды. Күніге барып жатыр ма? Күніге барып жатыр, күнде барады. Еще қуанып біледі. Аға, мен де бүгін түштім, бүгін де түштім десе, мен қуанып кеткені. Ондай бала дүниеге қайтадан әкеле бермейсің ғой. Бар баладан Құдай сақтасын, айырылып қала жаздап, бірінші Құдай осы детайдың арқасында ол баламда тіпай жақсы болып, ойнап, күліп, қазір күреске барады ол бала, мешітке барады. Бірақ Аллаға шүкір, апама рахмет, сондай мені маған әкеп берген деп, баламның қазір түрі әппақ болып, әп-әдемі бала болып, бұрынғы қалпына келді.